Баршаңызға қайырлы күн. Бұл видеода сіздерге осындай жұмсақ нанның қамырын және кез келген тоқашты жасауға бола беретін әмбебап қамырды жасау жолдарын, қамыр илеуді және оны дұрыс ашытуды көрсететін боламын. Сонымен бізге қажетті заттар: жарты литр сүт, 1 ас қасық ашытқы, 1 шай қасық тұз және 2 шай қасық қант, жарты литр ыстық сүт және 2-3 қасық өсімдік майы. Ең алдымен бос ыдыс алып, оған қант, аздап су мен сүтті құйып аламыз. Су мен сүт жылы болу керек. Тым ыстық немесе салқын болса, ашытқымыз өз қасиетін жоғалтады. Бұл видеода мен тірі ашытқымен жұмыс жасап жатырмын, бірақ сіз өз қалауыңыз бойынша құрғақ ашытқыны қолдансаңыз болады. Осы сұйықтыққа ашытқымызды бірнеше бөліктерге бөліп саламыз және 5 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Бізде 1 минуттан соң ашытқымыз осылай көпіршіктене бастады. Ал енді үлкендеу ыдыс алып, оған жылы су мен сүтті және тұз бен ұнды салып араластырамыз. Ұнның бәрін бірден салып араластырмаңыз, себебі қамыр қатты болып қалуы мүмкін. Яғни ұнды бірнеше бөліктерге бөліп, аз-аздан салып тұру керек. Біздің ашытқымыз дайын болды. Енді оны қамырдың үстіне құйып араластырамыз. Мен қамырды басында қасықпен араластырып, сосын барып қолмен илеймін. Ал сіз өз қалауыңыз бойынша бірден қолмен илесеңіз де болады. Ал енді 2 ас қасық майды құйып тағы илейміз. Бұл қамырдың жұмсақ болып пісуі үшін қажет. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамыр жұмсақ әрі қолға жабыспайтын болып шықты. Жылы жерге 45-60 минутқа қойып қоямыз. Міне, бізде қамыр үлкен болып ашыды. Енді қолымызды майлап, аздап илеп, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Міне, біздің қамырымыз қолдануға дайын.
Мен бұл қамырдан тәтті тоқаштар және нан пісірдім. Оны менің каналымдағы келесі видеодан көре аласыздар. Каналымызға жазылып, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.